Ата-бабаларымыздың ежелден келе жатқан дәстүрлерінің бірі қонақжайлық дәстүрі. Қонақ келсе құт демекші, келген қонақ құт берекесін әкеледі. Қонақ болып келген адамның кеудесін итермей, жылы шыраймен қарсы алып, қолдағы барымен дегендей шамасы келгенше сый құрметін көрсетіп, аттандыру әркімнің парызы деп білемін. Қонақ болу үшін оның таныс болуы шарт емес. Әрбір жолаушы кез келген қазақ үйінде қонақ асын бөлінбеген еншім деп талап етуге ерікті болған. Қазақ дәстүрі бойынша қонақ үй иесінің қамқорлығында болуы керек. Қонақ болып отырған адам ол үйдің жауы болса да, өз үйінде оған өзі түгілі басқаға да қиянат жасатпайды. Өз үйінде таудай дауыңды айтпа дейді қазақ халқы. Қазақ халқы қонақ күтуді де, қонақ болып қыдыруды да қызық көрген. Сондықтан халық мәтелі асың барда ел таны беріп жүріп, атың барда жер таны желіп жүріп деп ер азаматқа үйінде отыра бермей, ел көр, жер көр, көппен аралас деп кеңес бергендей сыңай білдіреді деседі. Сыбаға. Үйіме қонып әкеңнің сыбағасын жеп кет дейді. Құрметті қонаққа немесе өздерінің жақын жуығына арнап сақтаған кәдері ет мүшелері сыбаға деп аталады. Айталық, ақсақалдарға, құдаларға, тағы да басқа жолы үлкен адамдарға бас, жая жамбас, ірі малдың белдеме омыртқалары сыйлы мүшелер тартылады. Сол сияқты құдағиға жамбас, қыздар мен күйеулерге төс, балаларға құлақ, жүрек сияқты сыбағалары болады. Өзі келе алмайтын қарт адамдардың сыбағаларын беріп жібереді. Үлкен адамдарға жамбастың шұқыршағы, жауырын, кәрі жілік асылмайды. Қыздарға кәрі жілік өкпе берілмейді. Қол жіліктер құрметті адамдарға тартылмайды. Мысалы, атақты Шернияз ақынның әйелі үйде жоқта қонақ келіп, ақынның қызы кәрі жілік асып беріпті. Оған қонақ қатты ренжіп сонда Шернияз: "Қонағым, бала білмей қол асыпты. Асса да бала қолды мол асыпты. Дүниеге қолдан бұрын сан келмейді. Қол асып бала саған жол ашыпты" деп қонаққа басу айтқан екен. Қазақ дәстүрі бойынша ер адам жолаушыны өзі қонатын үйде сыбағам бар деп санаған. Тиісті сыбағасын бермесе, қонақ ол үйді сынап, өкпесін айтып кетуге хақы бар. 19 ғасырдың орта кезінде Құнанбай Мұсаның замандасы Арғын Қаракесек Жаманқұт деген ел адамы Қарқаралы диуанынан келе жатып, Мұңғыш деген байдың үйіне қоныпты. Байдың бәйбішесі дұрыс қонақасы бере алмапты. Ертеңіне жол үстінде Мұңғыштың өзі жолығып, елдің амандығын сұрапты. Сонда Жаманқұт ауылдың дін аман, жалғыз ақ бір кәрі жілік, бір жауырыны ғана шығыны бар деп жүріп кетіпті. Қонақ кәде: "Сен де қонақ кәде жасай отыр" деді маған Ілияс. Үй иесінің қонағына қонақ кәде айтыңыз деп өтініш жасауға хақы бар. Бұл өлең айтыңыз, өнер көрсетіңіз дегенді білдіреді. Қонақ кәденің шығуы көңілді отырудың, қонақ өнерін сынаудан шыққан мәдениеттілік белгісі. Сондықтан да болар бұрынғы адамдар жастарды өнерге, айтысқа, қол өнерге, шешендікке, өлең домбыра үйренуге ерте баулыған. Бұрынғы жастардың 8 қырлы бір сырлы өнерпаз болуының түп қазығы міне осында жатыр. Қонақ түрлері 3-ке бөлінеді. Арнайы қонақ, арнайылап шақырылған қонақ, құдай қонақ. Бір үйге күтпеген жерден тоқтаған үй иесінің мүлдем таныс емес жолаушы қонақ. Қыдырма қонақ, алдын ала ескертпей кенеттен келе салатын қонақ.